Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін бізде алгоритмнің 4-ші сабағы, тақырыбымыз мәліметтердің базалық типтері, бірінші бөлім. Кеттік ендеше бастайық. Жақсы, олай болса, бүгінгі сабақта не қарастырылатынымен танысайық. Бүгінгі сабақта бізде бұл, бүтін және нақты типтермен танысатын боламыз. Және литералдар, диапазондар, түрлендіру, size of, numeric limits деген командалармен танысамыз. Және де енгізу, шығару, оны біз білеміз, input, output. Дәлдік баптау, бүтін бөлу және де нақты бөлумен танысатын боламыз. Және қарапайым формулалық есептерді C++ тілінде жазатын боламыз. Жақсы, олай болса, әр қайсысымен танысайық не екен. Алдымен, жалпы мәліметтік типтер не үшін керек? Сол сұраққа жауап берейікші. Анықтаманы оқиық. Мәліметтік тип дегеніміз бағдарламаның белгілі бір шамасына рұқсат етілген мәндер жиыны болып табылады. Және сол мәндерге қолданылатын амалдардың ережесі. Ол қалай? Ол қалай десеңіздер, мысалы біз алдыңғы сабақтарда бүтін сандарды жариялау үшін int деген команданы жазатын едік. Мысалы int a деп. Оған біз сандар бере алатын едік. Мысалы int a тең 5 деген сияқты. Оның типі, оқушылар, бүтін тип, яғни int деген бүтін тип қатарына табылады. Ал егер де бүтін емес сандар шығу үшін біз қандай типті қолданылған едік? Біз double деген типті қолданылды, яғни мысалы double b. Ол жерде біз бүтін емес сандарды бере алатын едік, мысалы 5,5 деген сияқты. 5,5. Енді қараңыздар, мысалы біз int-қа, int s дейікші, int s деп. Оған біз мысалы 6,5 деген санды бере алам ба? Жоқ, бере алмаймын. Неге? Өйткені int тек қана integer, яғни бүтін сандарды ғана қабылдай алады екен. Çünkü осы бізде типтер деп аталады, яғни int, double деген сияқты. Бүгін сол басқа да типтермен танысатын боламыз. Ал ары қарай оқиық. Тип бағдарламаның жады қалай пайдаланатынын, операциялардың қалай орындалатынын және қателерді алдын алу деңгейін анықтайды. Ол қалай? Яғни оқушылар қараңыздар, әр типтің өзінің, орысша айтқанда, память дейді ғой, жад. Соны бар, яғни әр типтің алатын памяттері әр түрі болады. Мысалы, int-кі басқаша, double-кі басқаша, қарастырылатын bool, float деген типтерді де әр қайсының алатын жады, яғни памяті әр түрлі болады. Оны қазір қарастыратын боламыз. C++ статикалық типтелген тіл болғандықтан айнымалының типі, оқушылар, компиляция кезінде белгілі болады. Яғни жаттап алыңыздар, C++ қандай тіл десе, ол статикалық тіл болып саналады екен. Және оның айнымалының типі компиляция кезінде ғана белгілі болады. Біз компиляцияны екінші сабақта қарастырған едік. Ол не екен? Ол компьютерлік адами тілді компьютерлік кодқа айналдыру дедік. Жақсы, олай болса, жадымен, яғни память дейді ғой, сонымен танысайық. Бит, байт және size of. Алдымен сіздерге сұрақ. Бір байтымызда қанша бит бар? Бір байт. Жаттап алыңыздар, ол әрқашан 8 бит, яғни бір байтымыз 8 бит екен. Олай болса, анықтаманы оқиық. Компьютер жадысы биттерден құралады, яғни биттерден құралады, ал биттер 8-8-ден бірігіп байт түзеді. Жаңағы айтқандай, әр 8 битіміз бір байтқа теңесіп отырады екен. Ал типтерді өлшемі платформаға тәуелді болуы мүмкін. Яғни оқушылар типтердің өлшемі деген сол алатын памяті платформаға тәуелді болады. Яғни кейбір кезде басқаша болады, кейбір кезде басқаша бола береді екен. Оны анықтау үшін бізде size of деген команда қолданылады. Осы оператормен типтің байтпен өлшемін білуге болады. Ал жақсы, мына кодты тексеріп көрейік. Size of қолданылған. Кеттік. Ол үшін C++ компиляторын ашамын. C++ алдыңғы сабақтарда көрсеткендіге қалай ашамын. Қаңқасын жазайық. Include IOStream жазып тұр. Одан кейін не деп жазатын едік? Using namespace STT int main деп ашатын едік. Мұнаны өшіремін. Қаңқасы дайын. Ал size of қалай қолданылатынын көрейік. Не дейді? Size of-ты қолданылу үшін
cout деп аламыз, алдымен cout. Экранға шығару, cout білеміз. Одан кейін size of деп әртүрлі типтерді бере берсек болады. Мысалы, size of біз қарастырдық қандай типтерді? Соларды алдымен қарайық. Int деген типті қарастырдық. Ал int-тің паметін көрейікші, ол қанша памет алатын, яғни жад дейді ғой. Ранды басамын, бізде қанша 4 дейді. 4 дегенде осылар size of әрқашан байтпен жұмыс істейді. Түсінікті ғой, яғни int-іміз әрқашан 4 байтқа тең екен. Жазамын. Int, осылар. Әр int-іміз 4 байт памет алады екен. Жадтан. 4 байт алады екен. Олай болса, біз одан кейін double деген қарастырған едік, double'ды көрейік. Double неше байт береді екен? Double бізде 8 байтқа тең екен. Көрдіңіздер ғой, яғни оның нақтылығы көбірек қой, сондықтан оның алатын паметі де көбірек. Int-іміз 4 болса, double'ымыз 8 байтқа теңеседі екен. 8 байт. Одан кейін біз қарастырмаған char, float және де bool деген типтер бар екен. Олардың да size of арқылы паметін тауып көрейік. Мысалы, char дейік. Оны қастансатын боламыз. Char'дың алатын паметі неше екен? 1 байт екен. Char тек қана 1 ғана байт. Float'ты көрейік. Float'ты көрсек, ол да int секілді 4 байтқа теңеседі екен, Ал құрметті оқушылар, осы жерден түйіндейтін зат size of арқылы біз кез келген типтің қандай жад алатынын біле аламыз, яғни памет дейді ғой. Мысалы, оны байт арқылы көрсететін. 4 байт, 8 байт, 2 байт деп кете береді. Ары қарай диапазонды анықтау тәсілі. Так, қараңыздар, диапазонды анықтау тәсілі үшін типтің нақты минимумы мен максимумы платформаға байланысты өзгеру мүмкін. Оны біз білу үшін сенімді тәсіл limits деген кітапханасында numeric limits min және де max қызметтерін қолдану арқылы білеміз. Оны оқушылар практикалы сабақта көбірек танысатын боламыз. Қазірге сіздер білу үшін, қазір сіздердің білу керек заттарыңыз ол limits деген кітапханасы арқылы, мынандай numeric limits оған минимум немесе максимум арқылы біз диапазонды анықтай алады екенбіз. Оны практикалы сабақта көбірек қарастыратын боламыз. Енді bool типімен танысайық. Қараңыздар, bool 2 ғана мәнді қабылдайды дейді. Ол true және де false. Түсінікті ғой, яғни bool деген толық атауы boolean деп аталады. Boolean бізде 2 мән ғана қабылдайды. Мысалы, int бізде кез келген сан болатын еді ғой, нақты сан, бүтін сан 1, 2, 3, 4 немесе минус сандар, -1, -2 деген сияқты. Ал boolean типінде бізде 2 ғана мән бола алады. Біріншісі true, екіншісі false. Яғни ақиқат немесе жалған деген ғана мәндерді қабылдай алады екен. Кез келген сандық мәнді booleanға түрлендіргенде 0 деген ол false болып табылады. 0-ден өзгеше кез келген мән true болып есептеледі. Ал көрейік. Қараңыздар, сонда false'ымыз оқушылар, ол 0-ге тең. Түсінікті ғой, яғни 0 болса ол false болады. Ал true'мыз, true яғни ақиқатымыз 0-ден өзгеше кез келген сан. Мысалы 1, 2, 3, 4, оның барлығы бізге true'ды қайтарады екен, яғни ақиқат деген қайтарады. Оны қазір алдағы уақытта қарастыратын боламыз тағы. Шығарғанда әдепкіде 1 немесе 0 басылады. Мысалы біз қараңыздар. Мысалы ретіне көрейік. Bool, A дегенді жариялады. Bool A. A-мыз тең болсын, жаңа айттық қой. Не болады? True немесе false қана болады. A-мыз true-ға тең екен. Кіші әріппен жазу керек. Енді A-ны шығарып көрейік. Не шығарады? Cout A. Көрейік. Ранды басам. Көріңіздер ғой, 1-ді шығарады. Яғни біз
cout командасы арқылы bool айнымалысын шығарған кезде міндетті түрде 1 немесе 0-ді шығарады. Көрдіңіз бе? True болса 1-ді шығарды. Енді false беріп көрейікші. False берген кезде бізде нені 0-ді шығарды. Түсінікті ғой, яғни әдепкіде біз default дейді ғой, default ретінде шығарған кезде 1 немесе 0-ді шығарады. True болса 1, false болса экрандағыдай 0-ді шығарады екен. Ал егерде біз std bool alpha жолаушысын қоссақ, true немесе false мәтіндермен көрсетуге болады. Ал тексеріп көрейікші осыны. Так. Bool alpha деді, иә? Жақсы, өздері тексеріп көресіздер. Яғни бізде 1 немесе 0 әдепкіде шығады, ал экранға біз true немесе false-ті шығару үшін мына команданы қолданамыз. Өздеріңіз қолданып көріңіздер. Ары қарай char типімен танысайық. Bool'ды қорытындылабайық. Bool деген не болды? Ол өте қарапайым, екі ақ мәнді қабылдай алады. Ол true ақиқат болса немесе false жалған болса. Екі ғана мән. Және оның алатын жады да, яғни память дейді ғой, өте аз болады екен. Ода екі ақ мән болуы мүмкін. Келесі char. Char типінің табиғаты. Char бір байттық таңба бірлігін сақтайтын бүтін тип. Көп орталарда char ASCII деген кесте бар. Сол ASCII кестелерінің бір код бірлігі немесе UTF-8 дейді. Сол кодтамасындағы бір байтты ұстайды. Оқушылар, бұл анықтама қиын болып көрінуі мүмкін, бірақ та қазір оны біз қарастыратын боламыз. Char кей платформаларда таңбалы, кей бір жерлерде таңбасыз болуы да мүмкін. Сондықтан арифметикада оны intке көтеріп алып қолданылуы қауіпсіз. Қазақ мәтіндерін дұрыс сақтау үшін әдетте string ішіндегі UTF-8 байттарымен жұмыс істейміз. Ал бір таңбаның коды қажет болғанда static cast int char тәсілімен кестелік кодын аламыз. Жақсы, оны қалай? Char дегеніміз, оқушылар, қысқаша түсінейік. Char дегеніміз ол бір ғана символ деген сөз. Ол қалай? Мысалы, char бір кез келген char жариялайым, char a деген. A-ның орнына біз кез келген бір ғана символ қойыламыз. Кез келген әріп болсын, әріп емес, мысалы, char'ымыз a-ға тең болсын. Яғни, кішкентай a айнымалысының ішінде a деген әріп сақталады. Ал оны көрейік. Мысалы, кодтың қаңқасын қалдырамын. Char, мысалы, C деген char'ды жариялайық. C-ді экраннан оқиық. C. Одан кейін сол экранға C-ді шығарайық. Көреміз. Ранды басамын. Экраннан оқиым кез келген символ, мысалы D деген. D-ның өзін шығарды. Ал егерде қараңыздаршы, мысалы бірнеше символ жазатын болсам, оқушылар, экранға бізге не шығарды? Тек қана бір ғана символ шығарды. Көріңіздер ғой, яғни char деген бір ғана символдық тип. Егер оған sin командасы арқылы input ретінде мысалы сөз беретін болсақ, мысалы Нұрсұлтан деген сөз берейікші. Ол нені шығарады екен? Ол тек қана n деп. Көріңіздер ғой, бір ғана символды шығарады екен. Яғни char'дан жаттап алатын зат ол бір ғана символдан тұрады. Одан кейін бізде static cast int деген командасы бар. Көрейік, мысалы static cast. Қараңыздар. Қалай жазылады? Static cast жаздым. Одан кейін мына белгінің ішіне, үлкен кіші деген белгінің ішіне біздің char'ымызды саламыз. Біздің char'ымыз C болды, яғни. C-ді салдық. Одан кейін жақшаның ішіне саламыз. Integer ретінде шығарып алу, түсіндіретін болам. Сосын жақшаның ішіне C-ді саламын. Сол кезде не пайда болатынын көрейік. Бастым. Ал ранды басам. Мысалы, кез келген әріпті жазайық. Мысалы, A деген әріп жазайық. Қайтарған кезде cout статикасының алдына cout командасы арқылы экранға шығарам. Ранды бастым. A деген әріп. Қараңыздар, бізде A деген әріпіміз 65-ті шығарып тұр. Ол не? A деген әріп. Ол бізде 65 шығарып тұр. Оқушылар, қараңыздар, біз айттық, компиляция дегеніміз ол адами жазбаларды компьютер өзінің кодына айналдырып алады. Сонда біздің символдарымызды біздің компьютеріміз сан ретінде көреді. A әріпін бізде 65 деген санмен көреді. Ол қалай жұмыс істейді? Ал көрейік. Бізде
ASCII деген кесте бар. Ол ағылшынша ASCII table дейді. Ол әр символдың қандай санға теңесетінін анықтайды. Мысалы, үлкен А-мыз, жаңағы біз қарастырған, қараңыздар. А. Міне, back дегенмен жұмыс жасаймыз, back. А-мыз нешеге тең болып тұр? А-мыз, міне, 65 деген санға тең болып тұр. Көрдіңіздер ғой, яғни үлкен А-ны жазатын болсақ, біздің ASCII таблицамызда, ASCII кестемізде ол 65-те тең болады. Мысалы, H деген әріпті жазайықшы. H деген әріп нені қайтару керек? Ол 72 деген санды қайтару керек. Тексеріп көрейік, 72-ні қайтара ма? Ашамын. Run'ды басамын. Енді әріп ретінде үлкен H-ті жазамын. H-ті жаздым. Кеттік, Enter. 72. Көрдіңіздер ғой, яғни осы ASCII таблицасымен, яғни ASCII кестесімен жұмыс жасайды екен. Енді үлкен А емес, кіші А-ны жазып көрейінші. Кіші А-ны жазсам, нені қайтар? Бізге 97-ні қайтар. Неге үлкен А мен кіші А әртүрлі сандарды шығарып тұр? Өйткені оқушылар, жаттап алыңыздар. Үлкен А мен кіші А-мыз ешқашан тең болмайды. Кіші А-мыз неше екен? Міне, чар А-мыз ол 97 дейді. Яғни кіші А-ның ASCII таблицасындағы саны 97-ге тең екен. Түсінікті ғой? Үлкен А бізге 65-ті қайтарса, кіші А-мыз 97-ні қайтарып жатыр. Яғни осы жерден білу керек зат, үлкен әріптер мен кіші әріптер өздеріне тең емес, яғни кез келген символдар чар арқылы жұмыс істейді. Яғни осы ASCII кестесі арқылы белгілі бір санға қайтып келеді екен. Мысалы, біз экранға А деген санды әріпті жазатын болсақ, компьютер оны А деп көрмейді, оны не деп көреді екен, жаңағыны айтқандай, міне, 65 деген сан ретінде көреді екен. Ары қарай int мәні. Int пен біз осыған дейінде таныспыз. Int типінің мәні және екілік ұсынылады. Int ол ең жиі қолданылатын таңбалы бүтін тип. Яғни айттық, int'іміз тек қана бүтін сандарды қабылдайды. Мысалы, int s-іміз бүтін сан, мысалы 7 болсын деген сияқты. Ол үйреншікті жад үлгісінде int екілік қосымша кодпен сақталады. Онымен танысаңыз болашақта. Теріс сандар осы код арқылы да ұсынады. Яғни осыдан білу керек. Int'іміз бізде бүтін сандар болады. Мысалы, int s-іміз плюс 7-де болады, немесе басқа int'іміз бұл ретінде минус сандарды аламыз. Мысалы, минус 8 деген сияқты. Int'пен біз таныспыз. Ары қарай бүтін бөлумен қалдық. Мына өте маңызды. Қараңыздар. Екі бүтін санды бөлгенде C++ нәтижені 0-ге қарай қырқып береді, яғни жоқтатып береді. Ол қалай? Көрейік. Мысалы, cout. Так, 7 бөлінген 2 деп жазып көрейінші. 7 бөлу 2. Бізде не шығады? Экранда бізде 3 деген сан шықты. Неге 3,5 емес? Өйткені анықтамаға сәйкес оқушылар, 2 бүтін санды біз бөлген кезде міндетті түрде бүтін жағы қана қалады. Яғни, мысалы, 7-ні 2-ге бөлсем, бізде 3,5 ғой, 3 бүтін оннан емес. Int болғандықтан бүтін сан болғандықтан. Ол 0-ге жақын, орысша айтқанда округление дейді ғой, округление, яғни жуықтап жаза салады. Бізге 3-ге тең болады. Яғни А-ның Б-ға пайызы, біз білеміз оны қалдығы деген сөз. Қалдығы сол жақ оперантын таңбасын сақтайды, ал Б 0-ге тең болмауы тиіс. Дұрыс қой, яғни біз А-ны Б-ға бөлетін болсақ, Б-мыз 0-ге тең болмайды. Мысалы, 7-ні 0-ге бөле алмаймын деген сияқты. Нақты бөлуді алу үшін кемінде бір оперант нақты типке айналу керек. Яғни, қараңыздар, мына мысалды көрсетейін. 7 бөлу 2 емес, 7,5 бөлу 2 деп көрейін. Ол кезде нені шығарады? Қандай жауап шығарады? Ол кезде 3,175 деген саны шығарып тұр. Неге? Өйткені бізде бөлінетін санымыз, 7,5 деген, ол бүтін емес сан, яғни 7,5. Бүтін емес санды бүтін санға бөлетін болсам, міндетті түрде бізде бүтін емес сан шығады екен, яғни 3,175. Енді мына мысалды қарайық. Мысалы, бізде 7 деген санды 2-ге бөлгенде бүтін жаңа 3 деген сан шықты. Ал егерде 7-ні біз нақты сан ретінде жазсақ, яғни соңына нүкте 0 деп 0-ді қосатын болсақ, және 2-ге бөліп жазсақ, бізге нақты сан шыға береді, яғни 3,5. Көріңіздер ғой, яғни 7 бөлу 2-міз бастапқыда бізде 3-ті береді, 3-ге тең болып тұр. Ал ол бізде нақты сан шығу үшін біреуін нақты санға айналдырсақ, яғни 7,0 деп жазсақ болады. Өзімізге қалай ыңғайлы солай.
Көрдіңіздер ғой, 3,15 деген сан шығады. Немесе біз оны өзіміз static cast жаңағыдай, static cast деген командасымен double деген айнымалыға айналдырып, аны, мысалы, қараңыздаршы, амыз бізде 7-ге тең болды ғой. Double деп, static cast double деген команданы қолдансақ, 7-міз автомат түрде 7.0, яғни нақты санға айналып кетеді. Түсінікті ғой, яғни static cast double және жақшаның ішіне сандарды қоя береміз. Көрейік. Мысалы, int a деп, a мысалы 11 деген санды бердім. Ары қарай не дейді? Cout дейін экранға шығару. Static, нижний пробел, cast, одан кейін static cast'ың ішіне енді типті таңдаймыз. Өзімізге не керек? Бізге нақты сан керек, яғни double керек, double. Жақшаның ішіне double. Қандай переменный, яғни айнымалымыз double болу керек, ол a переменнасы, айнымалымыз a бөлінген, мысалы, кез келген бүтін сан деп болады. Мысалы, 2 десек болады, немесе b десек деп болады, int b деген 2 деп. Ал ранды басамын, бізде нені қайтады? Көріңіз бе, 5,15. Яғни оқушылар, біз doubleға айналдыру үшін осы 11-ге 11.0 деп қоя салсақ болады. Немесе static cast деп жақшаның мына таңбаның ішіне керекті типке айналдырсақ болады екен. Міндетті түрде барлық кодтарды қайталап отырыңыздар өздеріңіз. Так, ары қарай бізде float және double деген типтер бар. Double мен біз осыған дейін уже таныспыз, яғни нақты типтер. Float ол да нақты типтер. Яғни біз есептерде float'ты немесе double'ды екеуін де қолдана берсек болады. Так, қалқылмалы нүктелі нақты сандарды көрсету үшін бізде float және double деген типтер қолданылады екен. Және басқа да long double деген бар, оны біз алдағы уақытта қарастырамыз. Негізгісі float және double деген типтер. Олардың айырмашылығы дәлдігінде екен, яғни екеуінің дәлдігі әртүрлі. Және аралығы әртүрлі. Float шамамен 7 таңба дәлдігін көрсетеді, ал double шамамен 15 таңбаны ұсынады. Яғни қараңыздар, ол шамамен 2 есе көбірек нақтырақ болғандықтан оның атауы ағылшын тілінен аударғанда double, яғни орысшаға аударсақ двойная точность дегенді білдіреді. Яғни double типі арқылы біз санымыз нақтырақ ала аламыз. Онымен бәрібір де алдағы уақытта танысамыз, қазірден бастап бөл жүріңіздер деген ғой. Жиі жағдайда әдепкі таңдау ретінде double жеткілікті және сенімді, өйткені ол нақтырақ. Ол нақтырақ болғандықтан оны көбірек қолданады. Яғни нақты сандарға біз double'ды көбірек қолданады екенбіз. Double'ды қолдануды біз білеміз. Олай болса, есеп шығарайық. Бізге айтады, радиусы берілген шеңбердің ауданын және ұзындығын табу керек. Ал, жақсы. Олай болса, радиус арқылы біз шеңбердің ауданын және ұзындығын табайық. Шеңбердің ауданының формуласы қалай еді? Алдымен еске түсірейікші, бізде S тең пи көбейтілген R квадрат деген еді. Және бізде пиіміз міндетті түрде тұрақты сан еді. Пиіміз әрқашан неге тең еді? Ол 3,14-ке тең. Ол бізде тұрақты және өзгермейді. Ал өзгермейтін сандарға біз константа деп атаймыз, орыс математикада. Сондықтан осы пиді біз константа қылуымыз керек. Ал константаны қалай жазамын? Көрейік. Ол үшін оқушылар, константаны жариялау үшін const деген кілтті сөзді қолданамыз. Және атын атайық. Мысалы, const p. Пиіміз және оның алдына міндетті түрде типін қою керек. Const double p деймін. Яғни, тағы да бір қайталайын. Const константа, өйткені пиіміз ешқашан өзгермейді. Double оның типі, пиімізді 3,14 деген ол нақты сан ғой. Double және атауы p болсын. Тең 3,14 деген сан. Так. 3,14 деген сан. Ары қарай int r, яғни радиус бізде бүтін сан болсын. Мысалы, бүтін болсын. Ары қарай радиусымызды экраннан оқиық, sin r деп экраннан оқимыз. Одан кейін cout деп оның ауданын шығарайық.
ауданың формуласы қалай еді? Ол пи көбейтілген r квадрат еді. Яғни пи көбейтілген r көбейтілген r, яғни r-дің квадраты деген сөз. Так, ары қарай слэш n арқылы біз келесі строка өте алатын едік, оны қарастырайық. Ары қарай cout шеңбердің ұзындығы формасы қалай еді? Ұзындығының формасы 2πr, яғни 2 көбейтілген пи көбейтілген r. Ал осыны ранды басып тексеріп көрейік. Радиусты жазамыз, радиус ретінде 5-ті жазайын. Бізге радиусы 5 болған кезде ауданы 78,5 дейді, ал ұзындығы 31,4 дейді. Яғни жауаптарымыз осылай екен. Болды, қиын емес, яғни не істедік біз? Double пиді жарияладық, одан кейін радиусты экраннан оқимыз. Сосын cout арқылы pr квадрат және 2pr командаларын қолдана саламыз. Болды, түкке қиын емес. Енді келесі есеп, өте қызық есеп. Уақытты ыдырату есебі деп аталады. Ол қалай? Бізге input ретінде жалпы секунд беріледі, белгісі секунд. Мысалы, мұнда 3608 секунд берілсін. 3600 секунд берілген. 3600 секунд ол неше сағат, неше минут, неше секунд екенін тап дейді. Яғни қараңыздар, бізде 1 сағатта 3600 секунд бар, яғни ол 1 сағат және 8 секундқа тең. Яғни 1 сағат 0 минут және 8 секундқа тең екен. Ал олай болса, оны код ретінде жазып көрейік. Мысалы, 3000 әртүрлі секунд беріледі, оны біз сағат, минут, секунд ретінде табуымыз керек. Кеттік. Олай болса, барлығын өшіремін, қаңқаны ғана қалдырамын. Кодтың қаңқасын ғана қалдырамын. Int, мысалы, s деп қоя салайық. Int s деген жарияладық. Сосын s-ті экраннан оқимыз. Ары қарай бізге не керек? Ары қарай сағатты табу керек. Сағатты табу үшін біз білеміз ғой. Так, int h деймін, h hour десек болады мысалы. Int сағатты табу үшін секундты не істейміз? 3600-ға бөлеміз, s бөлінген 3600. Яғни нақты сан шығар, 3600. Ары қарай сағат тапқаннан кейін не табу керек? Ол минутты табу керек. Яғни минутты табу үшін оқшылар m деп қоямын. Тен не істейміз дейді. Так, сағаттың 3600-ға бөлгендегі қалдығын 60-ға бөліп таста дейді. Ал, тексереміз. Так, s 3600-ға бөлгендегі қалдығы бөлінген 60. Және ең соңында, так, секундты табу үшін, мысалы, int секунд деп қойыңыз. Оны табу үшін не істеймін? Ең соңында біздің бастапқы секундты 60-ға қалдығын табысың. Секунд қалдық 60. Ал тексеріп көреміз, барлығын дұрыс жасадық па? Ендеше cout бізге нені шығару керек бізге? Сағат, минут және секундты шығару керек. Cout. Так, сағат бізде қандай әріп? Сағат h болған еді. Так, одан кейін пробел шықсын. Пробел, одан кейін минут, m. Және одан кейін секунд, яғни оны сек деп алған. Ал тексеріп көреміз, ран. Тексерген, мысалы, жаңағы 3600 секундты берем. 3600 секундта бізде 1 сағат 0 минут 8 секундқа тең екен. Тағы да басқа бір мысал берейік. Мысалы, 5678 секундты берейін. Ол деген 1 сағат 34 минут 38 секундқа тең екен. Олды осымен есебіміз аяқталды. Олай болса, сіздерге тапсырма, мына формулалар не үшін дәл осылай жазғанымызды өздеріңізге сұрақ қойып жауап беріңіздер, жақсы ма? Неге біз сағатты табу үшін секундты 3600-ға бөлдік? Неге минутты табу үшін секундтың 3600-ға қалдығын 60-ға бөлдік? Не үшін секундты табу үшін бастапқы секундты 60-ға бөлгендегі қалдығын таптық, соны өздеріңіз жауап беріңіздер. Оны практикалық сабақта нақтырақ қарастыратын боламыз. Ал құрметті оқушылар, олай болса, осымен алгоритмнің 4-ші сабағы тәмамдады. Сіздерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.